Сәлем достар. Сіз Тез кино арнасындасыз. Бүгін біз әйгілі тарихи драма «Гладиаторды» көреміз. Генерал Максимус неміс варварларына қарсы жорықта Рим легионын басқаруда. Барлық сарбаздар генералды жақсы көреді және құрметтейді. Ол оларды ұрысқа дайындайды. Рим әскерлері варварларға жебелер мен басқа снарядтарды атады. Варварлар шабуылға шығады. Қан боялған қоян-қолтық ұрыс басталады. Варварлар батыл күреседі, бірақ тәртіпті римдіктер үйлесімді әрекет етеді. Рим әскері шайқаста жеңіске жетіп, Германиядағы соғысты аяқтайды. Осымен Максимус император Марк Аврелийдің құрметіне бөленеді. Императордың ұлы мен қызы Комат пен Луцилла әкесін көруге барады. Комат өте ерке және жүйкесі тозған жігіт. Император өзінің мұрагерін атау керек. Оның ұлы келесі император болатынына сенімді. Луцилланың ұлы бар, бірақ ол жесір. Максимустың таңқаларлығы император оны өзінің мұрагері ететінін мойындайды. Максимус бас тартуға тырысады, бірақ Марк Аврелий талап етеді. Комат император болмайтынын білгенде ол қатты ашуланады. Комат әкесін оны ешқашан сүймеген деп айыптайды. Эмоцияларға толы Марк Аврелий ұлын құшақтайды. Содан кейін Комат Марк Аврелийді тұншықтырып өлтіреді. Комат өзін жаңа император деп жариялайды. Ол Максимустан оған адал болуға ант беруді талап етеді. Генерал Коматты Марк Аврелийдің өліміне күдіктенеді және одан бас тартады. Комат Максимусты тұтқындауға және өлтіруге бұйрық береді. Ол сонымен бірге генерал Квинттің адамдарын Максимустың әйелі мен ұлын өлтіру үшін жібереді. Таңертең генерал өлім жазасына кесіледі. Жауынгерлік дағдыларды қолдана отырып, Максимус орындаушы мен күзетшіні жеңеді. Ол қашып үйге асығады. Үйге жеткенде Максимус әйел мен ұлын өлі табады. Үй өртенген, талқандалған. Максимус туыстарын жерлейді. Біраз уақыттан кейін оны құл сатушылар табады. Олар оны Африкадағы Рим провинциясына Зухаббарға апарады. Максимусты гладиаторлар мектебінің иесі Проксима сатып алады. Құлдардың жауынгерлік дағдыларын бағалау кезінде Максимус күресуден бас тартады. Гладиаторлар аренаға шығатын күн келеді. Проксима өзінің гладиаторларын күресуге көндіруге тырысады. Гладиаторлар аренаға шығады. Неміс Хаген, африкалық Джуба және Максимус алғашқы жекпе-жекте жақсы өнер көрсетіп, жеңіске жетті. Қанды және әсерлі жеңісті көріп, көрермендер қуануда. Проксима Максимусқа аренадағы шайқастарда жеңіске жету жеткіліксіз екенін айтады. Көпшіліктің назарын және сүйіспеншілігін алу маңызды. Максимус бұл ойды ұнатпайды. Бірақ Проксима өзі бұрын гладиатор болғанын мойындайды және көрермендердің махаббаты оның өмірін бір рет сақтап қалды. Проксима әйгілі болғаннан кейін император Марк Аврелий оған еркіндік берді. Максимус мұндай стратегия оған кек алу үшін Коматқа жақындауға көмектесетінін түсінеді. Максимус жылқылардың суреттер бар құрыш алады. Соның арқасында ол испандық деген лақап атына ие болады. Римде Комат қайтыс болған Марк Аврелийді еске алу үшін үлкен гладиаторлық ойындар ашады. Ойындар 150 күнге созылуы керек. Осылайша Комат римдіктерді сүйіспеншілігін алуды ойлайды. Проксима Римге өзінің гладиаторларын ұрыстарға қатысуға шақырады. Гладиаторлар Колизей аренасына шығады. Ұйымдастырушылардың айтуынша жекпе-жек Зама шайқасының тарихи көрінісі болу керек. Максимус гладиаторлар тобымен бірге арбалар мен жебелер бар, садақтары бар қарулы күштерге қарсы шығады. Рим легионында алған білімдері қолдана отырып Максимус гладиаторлар тобын басқарады және күймені аударып тастайды. Ол атқа секіреді. Өз командасымен бірге ол қалған қарсылықтармен күреседі. Тобыр қан шайқастан ләззат алуда. Гладиаторлар жеңіске қуанады. Император Комат жеңімпаздарды қарсы алу үшін аренаға түседі. Ол испандықтан шлемді шешуге сұрайды. Ол өзінің алдында Максимусты көріп таң қалады. Ол өлтіруді бұйырған адам. Коматпен бірге Луцивер есімді бала келеді. Бұл Луцилланың ұлы. Сондықтан Максимус бірден Коматтан кек ала алмайды. Император оны өлтіре алмайды. Өйткені барлық көрермендер Максимусты қолдауда. Ойындар жалғасуда. Комат Максимусқа қарсы Галлий жолбарысы атымен белгілі Римдегі ең мықты гладиаторды қояды. Аренаның шеттерінде шынжырланған нағыз жолбарыстар қойылады. Галлий жолбарысы жарқыраған құрышта үлкен және күшті адам. Жекпе-жек басталды. Жолбарыс тыйым салынған трюктерді қолданып және Максимустың көзіне құмлақтырады. Бір жолбарыс Максимусты шабуылдайды. Көрермендер таң қалуда. Бірақ Максимус өзін босатып, жаудың қолынан
балтаны қағып алады. Максимус оған шабуыл жасаған жолбарысты өлтіріп, Галли жолбарысын жеңеді. Бүкіл топ императордың жолбарысты өлтіру немесе тірі қалдыру туралы шешімін күтуде. Комат гладиаторға өлім деген мағынаны білдірсе де, Максимус жолбарысты өлтірмейді. Бұл императорды қорлайды, бірақ көпшілік әлі де Максимусты қолдауда. Комат күзетпен аренаға түседі. Бұл Максимусқа қауіп төндіреді, өйткені гладиатордың әрекеті императордың халық арасында танымалдылығын төмендетуге әкеледі. Максимустың жекпе-жегінен кейін кезінде Максимустың басшылығымен қызмет еткен Цицерон қонаққа келеді. Оның айтуынша армия әлі де Максимусқа адал және олардың лагері Остия портында орналасқан екен. Луцилла ағасына қорқады және сенаторлардың қатысуымен қастандық жасайды. Олардың жоспары бойынша Максимус өз әскерлеріне жеткізіледі. Әскердің көмегімен олар Коматты тақтан тайдыруы тиіс. Комат әпкесінің опасыздығы туралы біліп қояды. Ұлының өміріне қауіп төнген кезде Луцилла барлық жоспарларды ашады. Түнде Комат Проксима лагеріне шабуыл жасайтын күзетшіні жібереді. Бірақ гладиаторлар ұрысқа қатты қарсылық көрсетеді. Максимус қашып кетеді. Гвардия Проксиманы тауып өлтіреді. Күзет садақшылары Максимустың досы Хагенді өлтіреді. Максимус қала қабырғаларында Цицеронмен кездесуге барады. Бірақ Комод гвардиясы Цицеронды жем ретінде пайдаланады және Максимусты ұстап алады. Колизейдегі көпшілік Максимусты көруді талап етеді. Содан кейін Комод онымен жекпе-жек өткізуді шешеді. Ол жекпе-жекті жеңілетінін біліп, алдын ала Максимустың ішіне пышақ қадап алады. Гладиатор құрышының астында жараны жасырады. Арена раушан жапырақтарымен себілген. Комод пен Максимус қылыштарын алды. Ұрыс басталды. Көпшілік Максимустың жарақат алғанын көреді. Оған күресті жалғастыру қиын. Осыған қарамастан ол Комодтың шабуылдарын жақсы қайтаруда. Күш жинап Максимус соңына дейін барады. Ол қылышты Комодтың қолынан жұлып алады. Император жасырын қанжарды алады. Содан кейін Максимус оны жалаңаш шұдырғымен ұрады. Аяғында Комодты өз қанжарымен өлтіреді. Көрермендер үнсіздікпен қатып қалады. Өліп жатқан Максимус есін жоғалта бастайды. Луцилла оған қарай жүгіреді. Максимус әйелі мен ұлын жаңа өмірдің қақпасынан көреді. Гладиатор Максимустың денесін Колизейден шығарады. Көргеніңіз үшін рахмет. Егер ұнаса, лайк қойыңыз. Тағы қандай фильмдерді көргіңіз келетіні туралы түсініктеме жазыңыз. Сау болыңыз.